Токсикозға не істесем болады? Алдында көтергенімде токсикозым қатты болып алдыртып тастады дейді. Дәрігерлермен кеңесесің. Церукал деген укол бар, соны салсаң жақсы болып қалуың керек. Группа церукалдың уколын салса жақсы болады. Екі көзімнің сүйегі қақсап ауырады. Басымның тас төбесімен қоса көзіме қара түтін көрінеді. 1-2 секунд қана мұның бәрі өңімде болып жатыр. Не істеуге болады дейді. Докторға көріну керек. Екі көзіңіз олай қатты ауырса, давление болуы мүмкін. Басыңызды компьютерный томографияға түсіріңіз. Магнитная резонансная, магнитная ядерный томография деген бар. Соған түсіріңіз, айналайын. Денсаулықты күтіңіз. Докторға көріңіз. Окулистке барсаңыз, көзіңіздің давлениесі бар ма, айтып береді жаным. Мән бермеймін. Жоқ, мен ешкімге мән бермеймін. Барын айтылатын кезде айтылу керек, осатын жерде осу керек, кесетін жерде кесу керек. Айтылмаса сөз жетін дейді қазақта. Кейде қаттырақ айтуға тура келеді. Мәймөңкелейтін түгі жоқ. Сондықтан біздің, мысалы, мені бүкіл Қазақстан, бүкіл Қырғызстан, Ресей, Өзбекстан, Америка құрама штаттары, Швеция, басқа да мемлекеттердегі ел азаматтар қазақша білетін адамы тіпті аударып көріп жатыр деген. Өткен жазғандардан білемін да. Соны солар көріп атқан кезде өз әбиірімізді өзіміз төгіп, өз басшыларымызды өзіміз аяққа таптап, басқа дүниеміз жетісіп атқанда енді бізге жақсысын ешкім бермейді. Сондықтан жаңағы сияқты өзінің қара басын, қақпасын сүйрей алмай жүрген, өзін реттей алмай жүрген адамдар өкімет туралы, басқа туралы сөйлемей қойғаны жақсы. Біз Монғолиядан да көріп жатыр, солар көріп атқан азаматтар, біздің қазақтың адам бола алмай жатқан азаматтар, осылардың қолына, жаңа сияқтылардың қолына билік тисек не болдық? Бірін-бірін нұқып, мұқып, бір-бірімізді өлтіріп бітеміз. Сондықтан біз өз қазақты Ахмет Байтұрсыновты, біздің даналарымыздың бәрін солай құртқанбыз өз. Сол әлі сабақ болмай жатыр. Монғолиядан сіз тыңдап отырмыз. Сәжде саху туралы айтыңызшы. Сәжде саху қателесу сәждесі деген сөз. Сәжде сахудың себебі шу. Енді әрқайсысын тізбектеп жазады, мен негізгі причинасын айтайын. Сәжде саху деген қателесу деген сөз. Бірінші себебі уәжіп қалып қалса намаздың ішіндегі, екіншісі намаздың ішіндегі парыз кешіксе, және уәжіп орындалмаса, және уәжіп кешіксе. Осы үш себеп болады. Парыз кешіксе қайталап шығамыз, екіншісі уәжіп кешіксе, және уәжіп орындалмаса. Осы үш себеппенен сәжде саху істеу міндетті болады. Егер сәжде саху жасайым деп тұрып, сәжде саху жасамай намазды оқып бітірсең, Ханафи мазхабының үкімі бойынша намаз қайта оқылмайды, белкараха, кемістікпен намаз өтеді. Бес намаз оқығанда 3 сүрені оқимын. Фалақ, нас, ықылас нормама дейді. Жоқ, 4 рекаттық намазға қалайсыз 3 оқисыз? 4-шісіне не оқисыз? Өз 4 бас намазға 3 қалай оқисыз? Ассаламу алейкум. Всегда задавался вопросом, почему во время намаза с джамаатом имам читает только такбир, сура остальное не читает вслух. Так как шариат гласит, что во время дневного намаза было запретно нам читать вслух. А те намазы, которые вечерние и утренние намазы, читаются вслух, а дневные намазы читаются про себя. Азан шақырып ат қоймаса, өлген соң дұғамызды кімге оқимыз дейді анам. Анам тыңдап отыр. Анаңызға ұзақ өмір берсін. Алла тағала сіздің ниетіңіздегін біліп отыр. Кімге сыйлайсыз, кімге атын айтсаңыз да, иін айтсаңыз да, туған жерін, жаңағы несі бар тағы, келін боп барған жерін, ажырасқан бұрынғы күйеуін бәрін айтсаңыз да, Алла тағала сауабын жеткізбеймесе жеткізбейді. Сіз ниет қыла беріңіз. Вал муминина вал муминат, барша мархумдарға бағыштадым десе, сауап со күйде барады жаным. Еш уайымдамаңыз. Апамызға айтыңыз, өмірі ұзақ болсын де. Рахмет апаңызға. Мынау Жібек жолы деген арна бар, телеканал Жібек жолы деген. Сол Жібек жолынан әрбір сәрсенбі күні сағат енді 1:20 еді, тағы уақытым ауысып 13:20-ға уақыт ауысты. 13:20-да жүрек сөзі деген бағдарлама бар. Және оның несі сол тікелей эфирі YouTube-қа жүктелінеді. Жібек жолы арнасынан. Соны көрсетіп апамызға тыңдатса жүрек көп мәселелер бар.
шам намаздан кейін зікір айту дұрыс па? Дұрыс, қолың бос болса. Қолың бос болмаса, күйеу келіп жатса, бала сабақтан кіріп жатса, тамақ піспей жатса, сен отырсаң бүйтіп субханалла, субханалла, альхамдулилля деп отырсаң, тамақ піспей, байың айғайлап, семья қырылып, мына жақта кастрюльдер ұшып жатса, болмайды. Сол үшін шам уақытына тартпаудың бірден бір себебі, мал келіп бүйтіп қақсайтын уақытта бүйтіп апақ-сапақ бәрі бүйтіп жатқан алай-дүлей болып жатады. Сол алай-дүлей болып жатқанда сен де бүйтіп отырмасын деген мәселеге айтылған. Ал енді қолың бос, пенсияда жаңа апам сияқты қолың бос болса, онда кетер атам кетіп қалған болса, қолың бос, келіннен басқа тиісетін ешкім жоқ болып, ана келінге тиісіп қан іше бергенше, лучше отырып тәспі тартуға жақсы болады. Мына апалар, енелер тәспі көп тарту керек. Келінді аңдымай, күйеу баланы аңдымай, соседтерді аңдымай, ана саясатты аңдымай, тәспі көп тартсаңыздар, былай сауап болады. Бесін намаздың уақыты жақындап жатыр, соған дейін бітіп тастайын деп жатырмын. Сіздердің көңілдеріңізді қалдырмай. Күйеуім бір жұмыс бастап жатыр еді. Берекелі болсын деп тілеп қойыңыз өтініш. Сен тіле. Мен тілегеннен болмайды, сен тіле. Күйеудің жолын ашатын, бағын ашатын, тілегін ашатын, болашағын ашатын әйел болады. Әйелдің дұғасы болады, әйелдің тазалығы болады, әйелдің адалдығы болады, әйелдің көзінің жасы болады, түндегі ұйқысының уайымы болады, балалардың жақсы қарағандығы болады, соныменен күйеудің тірлігі жақсы болады. Молданың бұл жерге вообще қатысы жоқ. Молдаға вообще шығынды алып барудың керегі жоқ. Сен оқи бер. Ей құдайым, осы күйеуім жақсы көрем. Құдайым осының жұмысы алға бассын деп, күйеуіңнің мамасына жақсы қара, оның балаларына жақсы қара, тапқанын адал қыл, шашпа, төкпе, соны тілеуін десең, сенің тілегің 3 рет жақсы болады. Аға, мен 3 рет жаздым, жауап айтасыз ба? Сен 4-ші рет жазған, осыны жазғанда оқып беріп қоятын едім. Шәуілдерге келесіз бе ертең дейді. 31 күні бізде кездесу бар. Ассаламағалейкум. Жамбылдасып жоқ, Астанадамыз. Қазірше таң намазды оқысам бола ма? Қазірше бесін намаз оқы. Қазір бесінің уақыты, міне обед намаз, бесін намаз оқы қазірше. Содан кейін бесін оқып алғаннан ар жағын көресің. Бастай бер. Таң намазына дейін, әлі ертеңге дейін, орысша айтқанда дожить надо. Қазір бесінен бастасың, зачем ертеңге бастайсың? Бүгінгі істі ертеңге қалдырғаның, аяқта жалқаулыққа шалдырғаның дейді. Намазды отырып оқуға бола ма? Ауру адам, қиналып отырған адам, бел ауыратын адам, грыжасы бар адам, қозғаламайды, тұра алмайды, біреудің көмегіне мұқтаж болған адам отырып намаз оқи береді. Отырған кезде қалай ыңғайлы, аяғын созып отырса да болады, былай қойса да болады, аяғын былай қойса да болады, артқа жіберсең де болады, әйтеуір өз ыңғайыңа қарап отырып оқисыз. Басыңызды сәждеге қоймайсыз, басыңызды бүйтіп ымдап оқи бересіз. Парыз намаздан қаза болса, нәпіл оқуға болмай ма? Болмайды деп айтқан пікірлер бар, бірақ ол қате пікір. Ол бір-екі адамның сондай уәждері бар. Енді олардың дәйектемесіне мынаны айтады. Сенің мойныңда қарыз болған кезде, сенің мойныңда қарыз болғанда, қалайша сен қарыз оқисың дейді. Сондықтан бірінші қарызды берген жақсы болады. Бесін намаздың уақытысы кірді. Алла разы болсын. Бірінші қарызды өтейміз, содан кейін нәпіл өтейміз. Ал енді нәпіл оқуға бола ма?